Саламатсыздар ма? Жалпы бүгін біз Еуразия материгін өтетін боламыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, жалпы Еуразия материгінің түбектері, шығанақтары, бұғаздары, жалпы ең биік нүктесі, ең төмен нүктесі жайлы маңызды ақпараттар алатын боласыздар. Сол себептен видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Жалпы бастайық. Еуразия материгі жалпы ауданы 54 миллион километр квадратты құрайды. Ең үлкен аумақты алып жатқан материк болып табылады. ОБТ желісінде де, Олимпиада желісінде өте көп сұрақтар келеді. Жалпы бұл материктің шеткі нүктелері деп. Маңызды сұрақтардың бірі. Енді бізде шеткі нүктелері Челюскин, солтүстіктегі шеткі нүктесі болып табылады. Шығыста Дежнев, оңтүстікте Пиай, ал батыста Рок атты 4 шеткі нүктелері бар екен. Келесі. Енді бұлардың ұзындықтары бар. Есептелініп қойған, жалпы білім желісінде өте көп қолданылатын, сұрақтарда өте көп келетін маңызды ақпарат. Енді батыстан деген бөліге, батыстан шығысқа дейінгі ұзындығы 16.000 километр квадратты құрайды. Ал солтүстіктен оңтүстікке дейінгі ұзындығы 8.000 километрді құрайды. Бұл уже есептелініп қойылған. Ғалымдарымыз осы бойынша сұрақтар келеді, әрине, міндетті сұрақтардың бірі. Ары қарай ең биік нүктесі бізде Гималай тауы, немесе Гималай тауының ең биік жерін Эверест деп те атайды, немесе Джомолунгма деп те атайды. 8.848 құрайды. Бұл шыңды 1953 жылы Хилари және Нарвей атты екі ғалым жаңағы зерттеушілер барып ең биік жерін анықтаған болатын. Бізде Гималай осы жерде орналасқан, яғни Непал және Қытайдың шекарасында орналасқан әлемдегі ең биік тау болып табылады. Ал ең төмен нүктесі Өлі теңіз Гхор ойысы деп аталады. Бұл -403-ті құрайды. Бұл да өте көп келетін маңызды сұрақтардың бірі болып табылады. Келесі, енді бізде таза бет көріп тұрмыз, Қазір біз бастаймыз түбектерін. Өйткені бұл жаңа айтқандай аумағы өте үлкен, 54 миллион километр квадратты құрайды. Енді түбектері өте көп, соған байланысты. Бастаймыз. Енді Пиреней түбегінде екі мемлекет орналасқан. Ол бірінші Наэля мен Птичка орам. Бірінші Португалия, екінші Испания атты екі мемлекет орналасқан екен. Одан кейін екінші Апеннин түбегінде Италия, Сан-Марино және Ватикан атты үш мемлекет орналасқан. Италия ең үлкені, ал ішінде орналасқан екі кішкентай ергежейлі мемлекеттер, олар Сан-Марино және Ватикан деп аталады. Балқан түбегінде бізде ежелгі білімнің ошағы деп те аталады бұл мемлекетті. Яғни Грекия білімнің ошағы, алғашқы математика, тарих, география ғылымдарының ошағы ретінде қарастыруға болады. Кіші Азия түбегі бізде Түркия мемлекеті орналасқан. Кіші Азия түбегінде. Қырым түбегі мынау ғана орналасқан түбек. Яғни осы түбек бізде Қырым түбегі. Түбек дегеніміз осы құрлықтың суға кірген бөлігі, шығып тұрған, яғни сұғынып кіріп тұрған құрлық бөлікті біз түбек деп атаймыз. Ары қарай Ютландия түбегі мынау бөлімді біз Ютландия түбегі деп атаймыз. Ютландия түбегінде Дания атты мемлекет орналасқан екен. Балтық түбегі мынау жердегі бізде сұғына кіріп тұрған бөлігі. Бұл жерде Эстония, Латвия, Литва атты мемлекеттер орналасқан. Скандинавия түбегі, яғни бұл жерде Скандинавия деген тауда орналасқан үлкен. Сондай-ақ бізде Финляндия, Швеция және Норвегия атты үш мемлекет орналасқан осы түбекте. Енді сұрақ келсе, Скандинавия түбегінде орналасқан мемлекеттер десе, Норвегия, Швеция, Финляндия мемлекеттерін белгілейміз. Мына жерде бізде Кола деген түбек орналасқан. Егер сұрақ келсе, Кола түбегі қайда орналасқан деп келсе, осы жерді белгілейді екенбіз. Келесі. Бізде мына жерде Ямал түбегі орналасқан, яғни соңына кіріп тұрған бөлігі Ямал деп аталады. Гыдан мына жердегі түбек, ол бізде Гыдан түбегі деп аталады. Таймыр
Таймыр түбегі өте көп келетін сұрақтардың бірі ОБТ желісінде Таймыр түбегі ең солтүстікте орналасқан түбектердің бірі Еуразия материгіндегі. Чукот түбегі мына бөліктегі түбекті біз Чукот түбегі деп атаймыз. Камчатка түбегі бұл жерде бізде ключ шоқысы орналасқан ең биік тау және ең бір шығыста орналасқан үлкен бір гейзерлердің, үлкен жанартаулардың отаны орналасқан түбек, бұл бізде Камчатка түбегі деп аталады. Корей түбегі бұл жерде екі мемлекет орналасқан, Солтүстік Корей және Оңтүстік Корея атты екі мемлекеттен Корея мемлекеттері, Солтүстік және Оңтүстік Корея мемлекеттерінен тұрады. Үнді Қытай түбегі мына жерде орналасқан. Бұл жерде де мемлекеттер өте көп. Яғни, мына жердегі орналасқан Камбоджа, Таиланд, Лаос, Вьетнам сияқты мемлекеттердің барлығы бұл жерде Үнді Қытай түбегіне кіреді екен. Бізде Малайзия немесе Малакка түбегі деп аталады. Бұл Малакка түбегі деп аталу себебі бұл жерде Малайзия орналасқан және мына жерде бізде Сингапур деген екі мемлекет орналасқан, яғни Малайзия немесе Малакка түбегі деп аталады екен. Келесі түбек ол бізде Үндістан немесе Үнді түбегі деп аталады. Бір ғана мемлекеттен тұрады. Яғни соған байланысты Үнді түбегі немесе Үндістан мемлекет орналасқан мемлекет. Яғни осы Үнді түбегінде Үндістан атты мемлекет орналасқан. Сол себептен Үнді немесе Үндістан немесе Үнді түбегі деп аталады. Енді сұрақ келсе, Еуразия материгіндегі ең үлкен түбек қай түбек деп? Сол кезде бірден ойымызға келетін түбек болуы керек Арабия түбегі. Себебі Арабия түбегінің жалпы аумағы 3 миллионды құрайды. 3 миллион. Яғни бұл жерде қандай мемлекеттер кіреді? Енді Арабия түбегінде бірінші Сауд Арабиясы, сондай-ақ Йемен, Оман, Біріккен Араб Әмірлігі, Катар, Бахрейн, мына жерде кішкене аралық мемлекет бар және Кувейт атты бірнеше мемлекеттер Арабия түбегіне кіреді екен. Түсінікті ғой, түбектері Пиреней, Апеннин, Балқан, Кіші Азия, Қырым, Балтық, Ютландия, Скандинавия, Кола, Ямал, Гдан, Таймыр, Чукот, Камчатка, Корей, Үнді Қытай, Малайзия, Үндістан және Арабия атты түбектерден тұратын ең үлкен әлемдегі мемлекеттер желісінен тұратын материк, ол бізде Еуразия материгі болып табылады екен. Түбектерін қарастырып бітсек, енді шығанақтары, Еуразия материгінің шығанақтарын қарастырайық. Шығанақ дегеніміз судың құрлыққа, сұғына кіріп тұрған бөлігін біз шығанақ деп атаймыз. Мысалы, былай. Яғни судың құрлыққа, сұғына кіріп тұрған бөлігі шығанақ деп аталады. Енді шығанақтар. Бірінші Франция және осы бізде Испания мемлекеттерінің арасында Бискай деген шығанақ орналасқан. Бұл сұрақ келіп қалса, ОБТ желісінде Бискай шығанақ қайда орналасқан деп сұрақ келсе, әрине осы аумақты белгілейміз. Екінші, мына бөлікті бізде Фин деп атаймыз, себебі мына жерде бізде Финляндия деген мемлекет орналасқан. Осы Финляндия мемлекетінің оңтүстігінде орналасқан шығанақты біз Фин шығанағы деп атаймыз. Ал мына бөлікті біз Ботния шығанағы деп атаймыз. Ботния шығанағы деп келсе сұрақ, әрине осы аймақты белгілейді екенбіз. Одан ары қарай мына бөлікті бізде Челехов шығанағы деп те атайды. Ал мына бөлігін Сахалин шығанағы деп атайды. Себебі бұл жерде Сахалин деген арал орналасқан. Мынау арал Сахалин деп аталады және соған байланысты шығанақтың аты да Сахалин деп аталады екен. Ал мына жерде, мына бөлікте судың сұғына кіріп тұрған бөлігі бізде Сим шығанағы деп аталады екен. Сим шығанағы. Және Еуразия материгінің ең үлкен шығанақтарының бірі бізде Бенгалия шығанағы деп аталады. Осы бөлігі Бенгалия шығанағы. Жалпы әлемдегі деп те атауға болады. Ең үлкен шығанақтың бірі осы Бенгалия шығанағы екен. Ал мына бөлігі бізде Оман шығанағы деп аталады. Себебі мына жерде бізде Оман деген мемлекет орналасқан, соған байланысты шығанақтың да аты Оман шығанағы деп аталады. Ең атақты шығанақтың бірі Парсы шығанағы. Жалпы Парсы шығанағы
мұнай өндіретін мемлекеттер өте көп орналасқан, және мұнай өте көп өндіреді бұл жерде. Сол себептен Парсы шығанағы мұнай өте көп орналасқан жер деп те қарастырсақ болады. Осы жерді Парсы шығанағы деп атаймыз. Ал мына бөлікті бізде Аден шығанағы деп атайды. Өзіміз де байқап тұрған шығармыз, судың соңына кіріп тұрған бөлігі. Сол себептен бұл шығанақтың атауы Аден деп аталады екен. Келесі, бұғаздар. Бұғаз дегеніміз енсіз су айдыны ретінде қарастырсақ болады. Яғни екі жағы арал, ортасы су болады. Яғни кемемен жүзетін бөлігі. Сонда құрлық дегеніміз екі жағы құрлық, ортасы су. Яғни енсіз су айдыны дегеніміз не деп келсе, әрине бұғаз деп белгілейсіздер. Баб-ел-мандеб бұғазы. Мына жерде, яғни Біріккен Араб Әмірлігі мен Иранның оңтүстік бөлігі, осы екі аралдың аралығын бізде Ормұз деген бұғаз бөліп тұр екен. Ары қарай енді былай кетейік. Ең атақты ұбт-да келетін сұрақтың бірі Гибралтар бұғазы, яғни осы кішкентай ғана бөлікті алып тұр бұл бұғаз. Жалпы аумағы 12 километрді құрайды. Ең тар бұғаз ретінде қарастырады ғалымдарымыз. Ең тар бұғаз 12 километрді құрайды. Енді Франция мен Ұлыбританияның арасын бөліп тұрған бұғаз деп келсе, біз Ла-Манш және Па-де-Кале бөлігін айта аламыз. Ең маңызды Ла-Манш. Енді осы тұра Францияның бөлігінен Ұлыбритания Францияның солтүстік бөлігін бізде Па-де-Кале бұғаз бөліп тұрген. Сонда екі бұғаз, бір бөлігі Ла-Манш, екінші бөлігі Па-де-Кале бұғазы бөліп тұр екен. Ал мына жерде Дания, яғни Ютландия түбегі, яғни Дания мемлекеті мен мына жердегі Норвегия, Швеция сияқты құрлықтарды бөліп тұрған бұғаз Скагеррах бұғазы деп аталады. Сондай-ақ бізде өте көп видеоларда көрінеді, өмірімізде байқағанда шығармыз. Үлкен бізде мост бар, көпір бар. Түркия мемлекетінде осы жерде мостта бізде Боспор деген бұғаз бар. Осы екі жақты бөліп тұр. Осы жерде бізде Боспор бұғазы орналасқан. Ал оның астында бізде тағы Турцияда орналасқан, Түркия мемлекетінде орналасқан Дарданель атты бұғаз бар. Сонда екі бұғаз осы бізде Түркия мемлекетінде екі бұғаз орналасқан екен. Боспор және Дарданель бұғаздары. Сондай-ақ мына жерде бізде арал мен Ресей мемлекетін бөліп тұрған Карские ворота деп аталатын бұғаз орналасқан. Ары қарай бізде Ресей мен Сахалин аралында бөліп тұрған бұғаз бар. Мынау бізде Сахалин деген арал, мынау бізде жалпы Ресей бөлігі, Ресейдің де бөлігі кіретін бөлігі. Осы жерде бізде Қытайдың солтүстік бөлігі деп қарастырсақ болады, Ресейдің оңтүстік бөліктері. Осы жерде бізде Татар деген бұғаз орналасқан екен. Сахалин аралы мен осы Еуразияның шығыс бөлігінде. Сондай-ақ мына жерде бізде Татар бұғаз бен Жапония мемлекетін бөліп тұрған бұғаз бар. Ол бізде Ла-Перуза бұғазы деп аталады. Ары қарай Малакка бұғазы. Малакка бұғазы мына жерде орналасқан бізде осы Малайзия мемлекеті мен Үнді Қытай түбегінің аралығын бөліп тұрған енсіз су айдынын көріп тұрмыз. Мына бөлікті бізде атайды Малакка бұғазы деп. Себебі бұл жерде Малакка деген түбекте орналасқан, жоғары жағы Үнді Қытай түбегі, Малакка түбегі, неқта бізде оңтүстік бөлікте Малайзия мемлекеті орналасқан. Сондықтан екі бөлікті бізде ғалымдарымыз Малакка бұғазы деп атаған. Сондай-ақ тағы да бір ерекше бұғаз бар. Ол бізде Шри-Ланка және Үндістан түбектерін бөліп тұрған үлкен су айдынын бізде Пол бұғазы деп атайды екен біз. Ары қарай енді бұғаздар сонда Баб-ел-мандеб, Ормұз, Боспор, Дарданель, Гибралтар, Ла-Манш, Па-де-Кале, Скагеррах, Карские ворота, Татар, Ла-Перуза, Малакка, Полк атты бұғаздарымыз бар екен Еуразия материгінде. Енді мына жерде бізде жалпы таулар. Біріншісі ол бізде ең әлемдегі осы Еуразия материгіндегі ең үлкен
жанартау бар. Ключи шоқысы деп аталады. 4750 километрді құрайды екен. Сондай-ақ тағы да ОБТ желісіне келетін сұрақтар: Алтайдың ең биік жері Белуха деп аталады. 4506 метрді құрайды екен. Тянь-Шань тауы ең биік жері Хан Тәңірі деп аталады. 6995 метрді құрайды екен. Памир тауы. Памир тауының ең биік жері Исмаил Самони шыңы деп аталады. 7495 метрді құрайды екен. Сондай-ақ астында Феченко деген мұздықты көріп тұрмыз. Памирде орналасқан ең үлкен тау мұздығы бізде Феченко деп аталады екен. 77 километрді құрайды екен. Сондай-ақ Қарақорым деген тауда бізде Чогори деген тау Чогори ең биік жері, Қарақорым тауының ең биік жері Чогори деп аталады. 8611 метрді құрайды екен. Сондай-ақ бізде Каспий теңізінің де ауданы жазып кеттім. 376.000 километр квадратты құрайды екен. Сондай-ақ тағы ОБТ желісіне келетін сұрақтардың бірі Кавказдың ең биік жері деп келеді. Кавказ тауының ең биік жері Эльбрус шыңы деп аталады. 5642 метрді құрайды екен. Сондай-ақ тағы да бір атақты сұрақтардың бірі Альпі. Альпі тауының ең биік жері Монблан деп аталады. 4807 метрді құрайды екен. Жалпы біз жаңа қарастырған болатынбыз Сахалин аралы мен Жапонияның арасын бізде Лаперуза деген бұғаз бөлген. Сол Лаперузаның оңтүстік бөлігінде Жапония атты үлкен бір аралдық архипелагтан тұратын мемлекет орналасқан. Соны атап өтуді жөн көрдім. Бізде 4 аралдан тұрады. Ол бізде ең кішкентай Кюсю. Өйткені ОБТ желісінде өте көп келетін сұрақтардың бірі. Жапония қандай аралдардан тұрады, ең үлкені қандай деген сұрақтар келеді. Сол себептен ең кішкентай Кюсю, екінші Сикоку мына бөлігі, ең үлкені бізде Хонсю, өздеріңізде байқаған шығарсыздар, ең үлкені Хонсю. Оның солтүстікте орналасқан Хоккайдо деп аталады. Енді сұрақ келсе, ең үлкен арал қайсы деп белгілесе, біз Хонсю деп белгілейміз. Біз Жапонияны аралға жатқызбаймыз, себебі арал деген бір ғана аралдан тұру керек. Бұл бізде 4 аралдан тұрған себепті біз архипелаг деп атаймыз. Архипелаг дегеніміз аралдардың жиынтығы деп аталады. Яғни 4 аралдан құралған архипелаг мемлекет бізде Жапония деп аталады. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып көргендеріңізге рахмет. Жалпы ұнаса, өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, астына комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Рахмет, сау болыңыздар.